Жастардың бойында қазақстандық патриотизм мен азаматтықты, қоғам өмірінің түрлі салаларында олардың белсенді көрінуіне қабілеттілік пен дайындықты, конституциялық және әскери борышына адалдықты, жоғары жауапкершілік пен тәртіпті қалыптастыру мемлекеттің басты міндеті. 2015 жылы жас сарбаз республикалық балалар жасөспірімдер әскери патриоттық қозғалысы қалыптасып, дами бастады. Қозғалыстың арқасында Ақмола облысының мектептері мен колледждерінде әскери патриоттық клубтар мен үйірмелер сан артты. Бүгінде облыста 5209 оқушыны қамтитын 268 клуб, сонымен қатар облыста 376 оқушыны қамти отырып, әскери іс пен дене шынықтыруды тереңдетіп оқытатын 27 сынып бар. Және де 2187 оқушы қатысатын 153 үйірме жұмыс істейді. 243 орта мектепте және 25 колледжде әскери патриоттық клубтар құрылды. Бүгінгі таңда клубтардың арасында Бурабай ауданының Барыс, Степногорск қаласының Гвардеец, Көкшетау қаласының Сұңқар, Азаматтық қорғаныс жоғары көпсалалы колледжінің Жас сарбаз, Құрылыс технологиялық колледжінің Жас қыран және Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің жанындағы көпсалалы колледжінің клубтарының қарқынды жұмыс атқаруда. Сонымен бірге қыздар қатарынан әскери патриоттық клубтарының саны белсенді артып келе жатқанын атап өткіміз келеді. Олар Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжінің Тамирис, Ақан Сері атындағы жоғары мәдениет колледжінің Тұмар, Азаматтық қорғаныс жоғары көпсалалы колледжінің Ұлан, Астрахан ауылының агротехникалық колледжінің және Арна Көкшетау жоғары колледжінің әскери патриоттық клубтары. Көптеген клубтардың үлкен тарихи жолы бар. Жарқайың ауданының патриот әскери патриоттық клубы 2022 жылы өзінің 25 жылдығын атап өтті. Жетекшісі Ғазиз Сейтжанұлы Жолдыбаев. Қазіргі уақытта клубта 115 курсант бар. Осы уақыт аралығында клубқа 2257 адам қатысқан. Олардың көпшілігі өз өмірін әскери іспен байланыстырады. Облыста жыл сайын әскери патриоттық бағыттағы бірқатар іс-шаралар өткізіледі. Ардагерлермен кездесулер, еске алу кештері. Елімізде жастарды қазақстандық патриотизм рухында тәрбиелеу жөніндегі идеологиялық жұмысты насихаттайтын айбын әскери патриоттық жиыны ең ауқымды болып табылады. Білім беру ұйымдарында отан қорғаушылар күнін мерекелеуге орай ұйымдастырылатын сап және әндер байқауы, саптық даярлық бойынша практикалық сабақтарды өткізу дәстүрге айналды. Байқау барысында жас әскерилер саптық шеруде, патриоттық әнді орындауда және азаматтық қорғаныс бойынша практикалық сабақтарда өз шеберліктерін көрсетеді. Ал облыстық сап пен ән байқауы нағыз мереке, ерлік пен батылдық мерекесіне айналады. Бұл байқау қатысушылардың лайықты дайындығының арқасында өтеді. Бұл мұғалімдердің де, балалардың да еңбегі. Жас ұлан әскери спорттық ойыны әскерилендірілген кросстар әскери жаттығуларға ұқсас іс-қимылдар ретінде өтеді. Командалар әртүрлі әскери қолданбалы спорт түрлерінде ойын элементтерімен жарысады. Мақсаты білім беру мекемелерінің білім алушыларына әскери патриоттық тәрбие беруді жақсарту, қазақстандық патриотизм сезімін қалыптастыру және спорттық шеберлікті арттыру. Отан қорғаушы әскери спорт кешенінің нормативтерін орындау бойынша жарыстар керемет өтеді. Өйткені дәл осындай жарыстар жастардың қарулы күштердегі әскери қызметке дайындығын көрсетеді. Оларда әскери қызмет өткеру кезінде қажетті дағдылар мен дағдыларды қалыптастырады. Сондай-ақ салауатты өмір салтын насихаттайды, күш қасиеттерінің жан-жақты дамуын көрсетеді және республикалық жарыстарға қатысу үшін неғұрлым дайындалған жастарды анықтайды. Облыста 73165 оқушыны қамтитын алғашқы патриоттық қозғалыстардың бірі болып табылатын Жас ұлан бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы да белсенді дамып келеді. Балалар мен жасөспірімдер қозғалысының әскери іс пен дене шынықтыруды тереңдетіп оқытатын сыныптар мен клубтардың қызметі ел дамуының қазіргі заманғы сын тегеуріндері мен міндеттеріне жауап беретін қазақстандық патриотизм мен жастардың азаматтық жүйесін қалыптастыруға, атап айтқанда, жастардың Қазақстан тарихы мен мәдениетіне қатыстылық сезімін нығайтуға, ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз етуге, белсенді өмірлік ұстанымы бар азаматты тәрбиелеуге бағытталған.